тау-кен құтқарушыларының көп айтып жатыр, мынау шахтадағы еңбек қауіпсіздігін айыппұлдар арқылы реттеу мүмкін емес дейді. Өйткені өндіріс алпауыттары миллиардтаған ақша жұмсап еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз еткен орнына миллиондаған штраф төлей салған, оларға тиімді дейді. Сондықтан да бұрынғыдай совет үкіметі замандардай шахталарды егер еңбек қауіпсіздігі сақталмаса, адамдардың өміріне қауіпті болса, уақытша тоқтатып тастау керек, жауып тастау керек деген ұсыныстар айтылып жүр. Бүгінгі заң жобасында ондай мәселе мүлде айтылған жоқ. Сіздің пікіріңіз? Бірінші, оның негіздемесін түсінуіміз керек қой, не себептен болады төтенше жағдайлар. Мен жаңа айтып кеткендей, сол жабдықтың тозуы көп кездерде сол ең басты себебі жаңағы төтенше жағдайлардың. Сол жабдықты тексеруге бұрын мүмкіндік болған жоқ. Жоспарларды бекітуге. Қазіргі таңда біздің қызметкерлер сол жобаларды, тексеру жобаларын, регламенттік жұмыстардың уақытында жасалуын қадағалап тексеретін болады. Сол үшін, егер де оны орындамаған кезде алдын алып, кәсіпорынды жауып тастағанға дейін де барлық мүмкіншілік бар. Төтенше жағдай мамандары шахталарды қандай жағдайларда жауып тастай алады? Сол сәйкес болмаса. Неменеге сәйкес болмаса? Біздің талаптарымызға. Қандай талаптар? Мен айтып отырмын жаңа, бірінші талап жабдықтардың сәйкес болуы, техникалардың сәйкес болуы, өздерінің мамандардың сәйкес болуы, біраз талаптар бар. Соның бәрінде тексеру өткізіп, біздің өнеркәсіптік қызметкерлері, қауіпсіздік қызметкерлері сондай предписание жасады. Яғни заңда бар, оны заңға енгізіп қосымша қажет емес. Бірақ бұрынғы жаңа жоспарды тексеру бұрын заңда болған жоқ. Ол бізге жаңа мүмкіндік береді. Сіз министр болғанда қанша шахта жабылды осындай талаптар бойынша? Әлі бізде шахта енді жабылған жоқ. Өйткені біз максималды түрде оларға жұмысты тоқтатпау үшін барлық жағдай жасаймыз. Өйткені жұмыс тоқтаған кезде өздеріңіз білесіздер, қандай шығындар болуы мүмкін, қандай әлеуметтік жағынан бізге жағымсыз әсері болуы мүмкін. Сондықтан да біз жақтан барлық жұмыс